Айтпақшы, бүгін Қосаяқтың жазғы маусымы басталып жатыр. Жаңа шет жағасын көрдім. Состав өте мықты. Бұрынғы бірге отырған маусымдастарым, достарым бар екен. Енді қыздар, жігіттер бәрі шетінен сен тұр мен атайын деген жігіттер отыр. Прям қуанып қалдым көріп, бірақ өкінішке орай мен өзім бармадым. Оған өзіндік бірнеше себептерім болды. Енді барлығына сәттілік, қызық маусым болатын сияқты. Лично өзім Ал қалайсыздар? Жұмыстан шыға сала үйге келіп бірден тұсаукесерге бара жатырмыз. Бүгін білмеймін, үлкен бір мәртебе болып тұр. Бүгін тұсаукесу рәсімі Нұрекеңе түсіп. Көремін енді алдағы уақытта эфирлерді. Мен ойлаймын енді мүмкін мен Қосаяққа енді болашақта баратын болсам, мен мүмкін бір жаңағы жүргізушілік жағына ма, мүмкін бір мамандығым бойынша бір редакция жағына ма барғым келетін беді деген сияқты ойлар болып қояды. Бірақ алдағы уақытта мен точно білем, что мен қатысушы болып бармайтынымды. Біз үшін үлкен мәртебе. Қазір енді барып құттықтайтын боламыз өзіміздің кіндік баламызды. Сөйтіп жүрмін. Бірақ уақытша қазір айтарлықтай ешқандай жұмыспен айналысып жатқан жоқпын. Соны ойланып жүрмін, не істесем болады деген сияқты. Кезінде шоу балетім болған, соны да мысалы бекер сатып жібердім ба дегенде ойлар болып жатыр. Әлде шығармашылығымды қолға алайын ба? Білмеймін, негізі сәл қиындау тема ғой, өйткені шығармашылықпен айналысу үшін кішкене ақша керек деген сияқты. Ақша табу үшін жұмыс істеу керек, жұмыс істесең шығармашылығың жайына қалады. В общем, сонда кішкене не істерім. Достар, баршаңызға қайырлы күн. Енді қайта келіп қалдық, қайта көрісіп жатып сіздермен. Өте қатты қуаныштымын. Іздеген жандар, сағынған жандар, я вас люблю. Вот осындай. Всем привет, достар, қалайсыздар? Мен туған күнімді бір 2-3 күн от души тойладым, артынан тойға бардым, ауылға, сөйтіп неда инстаграма болып кетті. Бірақ негізі күшті өтті бәрі. Андай важный события болып жатыр өмірімде. Сіңілім ұзатылып жатыр, 30-ға толып жатырмын, ерніме ұшық шықты десең. Сол соңғы жаңалықтардан. Басқа особо жаңалық жоқ. Сол жазда рахаттанып, қыдырып